Assalamu alaikum, hürmetli көрермендер. Hayırlı taң. Biz Алматы қаласында саяхаттап жүрміз. Міне мынау Сәкен Сейфуллин деген көше. Мына жағы. Мынау сол жақта. Мына жерде кішкене парк бар екен. Енді бұл парктың атын білмедім, бірақ қазір осы жерде бір ескерткіш тұрған. Кімнің ескерткіші екенін қазір өздеріңіз жазасыздар. Қазіргі кейбір жастар бұл ескерткішті білмеуі де мүмкін. Қазір сіздер көресіздер. Мен оны алыстан көріп кім екенін білдім, бірақ жай көрсетіп өтейін деген себебім қазіргі жастар білер ме екен, немесе осы ескерткіш көптеген елдерде, мемлекеттерде, көптеген көршілес республикаларда, керек десең Россияның өзінде алып тастаған. Енді бір жағынан ойлап қарасаң, алып тастағанда дұрыс емес шығар. Өзінің орнын тауған жақсы болып тұр, бірақ алып тастағанда жөн ба, оны білмедім. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл Владимир Ильич Ленин деген революционер 1917 жылы революция орнатып, Совет социалистік республика дегенді орнатқан. Өздеріңіз білесіздер, қазір ол тарқап кеткен. Мен қазір мына жақындап түсірейін. Енді бәрібір біз есір дәуірінде мектепке барып, сол жылдары әскерге барып, және де сол есірдің наны жегеннен кейін біз бұл адамды көсем, және де біздің ең бір балалық шағымызда пионер деген болар еді. Кейін үлкейе келе комсомолға да өтер едік. Сол уақытында біздерде сол значок болар еді. Пионердің және комсомолдың, осы Ленин атамыздың сол сурет салынған значоктарды тағып жүретін едік. Енді уақыт келе бұны бағана айтып өткендей көптеген жастар танымауы мүмкін. Енді кімге қалай дұрыс па, тұрғаны дұрыс емес па, соны жаза кетіңіздер. Бәріңізге Аллах денсаулық, аманшылық берсін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы сау болыңыздар, аман болыңыздар.